Достар, сендермен Bekzat және менің арнама қош келдіңдер. Бұл апталық влог емес, яғни апталық влог тоқтатып тастадым, өйткені ол қызық емес болып кетті. Және менің арнамда 3 влог шықты осы аптада. Және көрмеген болсаң, оларды көріп кет. Мен каналымнан табасыңдар. Ал бүгінгі видео ол кино қарайтын адамдар типтері деген видео. Мен бұндай видеоларды көптен бері түсірмедім, сондықтан саған қызық болатынын уәде беремін. Олай болса біз бастаймыз. Телевизорда не қызық болып жатыр екен? Дым жоқ, дым жоқ, дым жоқ, дым жоқ, дым жоқ. Бір қызықты кино болып жатыр екен. Бұны мен отырып көрем. Реклама. Бітпейтін реклама. Тым жақты реклама қарап отырсаң, арасында кино қосып жібереді. Басқа каналдарда дым жоқ. Короче, қайттан өзіңде ал телефонға кет. Мне қызық кино болып жатыр екен. Ой, как раз мен жақсы көретін орыс кинолар. Не, подвалдан звук шықты, енді обязательно сол жаққа бару керек. Кім бар? Сен үйіңде жалғызсың, үйіңде кім болуы мүмкін? Ал бар, кір ал подвалға, сосын өлесің сосын. Сосын өз өліміңе барып, өзіңді біруден көресің, мен өлдім. Ал кір ал подвалына кірдің. Әне свет өшіп қалды, есік өзімен өзі жабылып қалды, подвалда қамалдың да қалдың, енді кім шығар? Үйінде ешкім жоқ. Құтқарыңдар деп кімге айқайлап жатсың, үйінде ешкім жоқ. Түф, осы кинолардың тупойский тупой. Телевизорда көптен бері қарамадым. Ыңғайлы жатып киномен рахат алайын. Қор кет. Басым бұлай да ыңғайсыз. Белім бұлай да ыңғайсыз. Бұлай да ыңғайсыз. Мына бір диванның сондай. Мына кино мен бүгін көрдім. Айтайын ба кәбір не болатын? Алатын айтпай қойын. Айтайын ба? Сағат жайды айтпай қойын. Жаман айтқым кеп батыр, айтайыншы. Ладно, сен үшін айтпайым. Қазір өліп қалады. Мен кешірші. По-любому өліп қалады мен, ол белгілі зат еді. Ладно, бұдан кейін айтпайым. Қазір ананың ішіне кіреді, сосын кім өлтірген біліп қояды. Мен саған осыған ұқсайтын басқа кино тауып бере қоямын. Қызық емес, бұл қарамай қой, соңында бәрі өліп қалады. Енді мен білесің ғой, әр сөзім спойлерден тұратын. Телевизор қарап тамақ жейтін болдым. Жейтін тамағым бітіп қалды, сондықтан киноның қараудың мәнісі жоқ. Қорқыныш жер осы айтып отыр, айту мен түнде персонажы түсімде көріп жүрмейін. Айт дедім ғой саған. Болды ма? Далаға шықты ма? Жарық па? Болды, қарай беруге болады. Осылардың аяқ астынан шығатын жаман екен. Қай. Жоқ, қарап атқан жоқ, мен потолокқа қарап атым. Күшті бүкен потологымыз. Мен толған кезде өсіп тұратын беді. Күшті кен. Ертең осы Бәтима апайдың үйіне барып қайту керек еді. Күшті кино болып жатыр екен. Маған ВК-дан бір сообщение келді, тезірек оқып ответін жазып жіберейін. Ой, осы қатырат бар ғой. Алло? Новый фотомды көрдің ба салған? Лайк бас, сосын ана Мағрипаға дейді. Қатер екеуі лайк бас, комментарий жазсын. Мен жаздым қалдым да екеуіне. Не маған жазбайды? Осыны жазбай қарасын, блокқа салам екеуінің бар ғой. Көп басыма шығып кетті ол екеуі. Лайк басқан сайын маған баспай барады. Давай, пока. Мына кино бітіп қалыпты ғой. Әрі қарай телефонда отыра берейін. Достар, сендерге осы видеоны әдемі ойдамын. Ұнаса созақ жауап тұрған белгісін басып, менің арнама жазылып, және колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Саған әдемі ойдамын. Егер де ұнаса, шынымен ұнаса, онда 80 лайк жинайық. 80 лайк жиналғаннан кейін мен осындай адамдар типтері деген видео түсіретін боламын. Олар да қызығырақ болады. Сондықтан лайкыңды басып кет.
Және сен өзіңді тапса, комментарияға жазып кет. Және менің арнамда тезірек 900 подписчикке дейін жинап тастайық. Достарыңды шақыр, 30-дай адам қалды.